Арқадан Ақжолтай хабар. Қарағандыдағы Ленин көшесі енді Абай есімімен аталатын болады. Қазір үйлерге тақтайшалар ілініп жатыр. Сондай-ақ Қарқаралы шеберлері ұлы ойшылдың 175 жылдық мерейтойына керемет тарту жасамақшы. Ол жайында өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы айтып берсін. Қарағандыдағы ең үлкен орталық көшелердің біріне Абайдың есімі берілді. Қазір мұндағы 100-ден астам үйге тақтайшалар ілініп жатыр. Бұл жергілікті тұрғындардың қалауы. Қоғамдық тыңдау өткен кезде халықтың 98% Ленин көшесін Абайға ауыстыруды қолдап дауыс берген. Бірақ араларында тақтайшаларды орнатуға салық төлеушілердің қаржысы кетеді деп қарсы пікір білдіргендер де болыпты. Алайда жергілікті кәсіпкер бұл шығынды толық өз мойнына алды. Пандемияға байланысты біраз созылып кетті, бірақ бүгін нақты облыстың мәслихаттың шешімі қабылданды. Ол заңды түрде тіркеуден өтті. Бүгінгі күні күшін алды. Жаңағы аншлагтар ілініп жатыр. Және де бюджеттен қаражат шығарғанымыз жоқ. Ұлы ойшылдың 175 жылдық мерейтойына жергілікті шеберлер де тарту әзірлеп жатыр. Қарқаралы тұрғыны Манарбек Кәрім Абайдың алып тұлғасын табиғи тасқа қашап салмақшы. Қазір күрделі жұмысты аяқтауға жақын. Ұлы ерғазы қолғанаты. Салмағы 3 тоннадан асатын тау тасын шеберханасына жеткізу оңайға соқпапты. Оны Қорғантас тауынан бірнеше күн іздеп жүріп әрең тапқан. Басы ауыр болған жоқ, өйткені кішкене қолымыз жаттықпаған. Жаңағы мелмен бір кескіндеп алып, содан қашаумен ұрып бейнесін келтіріп аламыз. Содан кейін қазір мына заманауи балғарғаның көмегімен соны кескіндеп жатырмыз енді. Бұл шебердің екінші жұмысы. Айтуынша тас мүсін Жидебайға жіберіледі. Ал алғашқы еңбегі Қарқаралыдағы Абай тоқтаған көк үйдің алдына қойылған болатын. Келешекте Манарбек Кәрім Алаш арыстарының мүсінін жасап шығуды да жоспарлап отыр. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игіліков, Аслан Демесбаев, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан.